Барлықтарыңызға, бүгінгі келгендеріңізге, осындай іс-шараға қатысып отқандарыңызға шын жүректен алғысымызды айтамыз. Қазанның 2 күні Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 90 жылдық мерейтойына орай жаңа кітаптар топтамасының тұсаукесері өтті. Университет ғалымдарының бастамасымен шығарылған кітаптар оқу орнының ашылуына, қалыптасуына және дамуына өлшеусіз үлес қосқан тарихи тұлғалар туралы. Атап айтқанда, оқу-ағарту халық комиссары Ораз Жандосов, бірінші ректор Санжар Асфендияров, әр жылдары ректор болған Халел Әділегеев, Мәлік Ғабдуллин, қайраткер ұстаз Халел Досмұхамедов туралы өнегелі өмір сериясымен кітаптар шықты. Ал тарихты дұрыс бағамдай білген ұрпақ ешқашан өз жолынан адаспайтынын. Сондықтан университеттің 90 жылдығына қарай академик Мәмбет Қойгелді бастаған авторлық ұжым тұңғыш білім ордасының өткенін терең зерттеп, тың дүниені өмірге келді. Бұл Абай университеті 90 жылдық тарихынан деп аталатын кітап. Ол кітаптың да тұсаукесері қазір болады. Сонымен бірге университеттің 90 жылдығына арналған тұңғыш университет фотоальбомы және академик Тоқмұхамед Садықов туралы тәлімгер портреті кітабы да осы күндері шығып жатыр. Сонымен бірге университет ғылыми кеңесі ұжымы белгілі түлектері және еліміздегі белгілі ұстаздар туралы ұлағат атты серияны бастауды қолға алдық. Сол серияның бірінші шығарылымы университеттің түлегі белгілі математик, білім саласының үздігі Әбдімәжит Өтешке арналды. Әбдімәжит Өтешке арналған қалдырған ізің мәңгілік деген кітапта бүгін осы жерде алдарыңызда тұсауын кесеміз. Сонымен бірге университет ғалымдар мен авторлары дайындаған бірнеше кітапты атап кетейін деп отырмын. Олар біздің ауыз әдебиет орталығы дайындаған Шернияз Жарылғасұлы шығармалары, Алтын арқау, ұлттық рух және шығармашылық даралық атты зерттеу еңбектері мен Мырзахан Ахметовтың Парасат пен парыз танымдық кітабы. Белгілі тарихшы ғалым академик Мәмбет Қойгелдінің Абай университеті 90 жылдық тарихынан деп аталатын зерттеу еңбегінде Қазақстандағы тұңғыш жоғары оқу орнының қандай қиыншылықтармен ашылғаны, ұлт қайраткерлерінің білім ордасын дамытуға қосқан үлесі кеңінен баяндалады. Бұл еңбек Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ғана емес, бүкіл қазақ жоғары білімінің тарихы деуге болады. Сол себепті осы бүгінгі шығып жатқан кітаптар да біздің университетке, елімізге еңбек сіңірген азаматтарға арналған бір жағынан естелік болса, екінші жағынан біздің балаларымызға, жастарымызға алдағы уақытта үлгі және тәрбие деп ойлаймыз. Еліміздің білім жүйесін дамытуға ерекше үлес қосқан қайраткерлерге арналған ұлағат сериясымен шығарылатын кітаптардың алғашқысы университетіміздің дарынды түлегі Әбдімәжит Өтеш туралы қалдырған ізің мәңгілік атты кітап оқырмандар назарына ұсынылды. Академик Тоқмұхамед Садықов туралы тәлімгер портреті атты кітап пен университеттің 90 жылдығына арналған тұңғыш университет фотоальбомы да жарыққа шықты. Сонымен бірге Шернияз Жарылғасұлы шығармалары, Алтын арқау, ұлттық рух және шығармашылық даралық атты зерттеу еңбектері мен университет қызметкері Ахметовтың Парасат пен парыз танымдық кітабы да білім ордасының мерейтойына арналған. Жиынға алаш зиялыларының ұрпақтары, ғалымдар, журналистер, оқытушылар мен студенттер қатысты.